Ең алдымен баклажанымызды жуып аламыз, керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Одан кейін ұзын етіп тураймыз. Бұл жерде ең бастысы жұқа болып және түзу болып туралуы керек. Одан соң туралған баклажанымызды ыдысқа салдық. Үстіне 2-3 қасықтай тұз саламыз. Себебі бұл біріншіден баклажан қарайып кетпес үшін, екіншіден жаңағы баклажанның қышқылдық дәмін сәл кету үшін саламыз. Үстіне одан кейін су құямыз. Баклажанды толықтай батырамыз. Егер де олай істемейтін болсаңыз, баклажан піскен кезде ашқылтым дәмі шығып тұрады. Сол себептен де осылай суға салып, бетін жауып 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Қызанақты алып, өте ұсақтап, көбіктеп тураймыз. Ақ желкенді де алып, оны да ұсақтап тураймыз. Ақ желкеннің орнына басқа да аскөктерді қолдансаңыз болады. Менде ыдыста майонез болмаса, орнына 30% қаймақты салуға болады. Одан кейін үстіне 2 тіс сарымсақты үккіштен өткізіп, салып, жақсылап араластырамыз. Баклажанымыз 15 минут суда тұрды. Одан кейін суын төгіп, осылай қағаз сүлгіге кептіріп аламыз. Екі жағынан да, егер кептірмесек, жаңа піскен кезде қытырламай, дәмді болмай қалады. Қызып тұрған сұйық майымызға баклажанымызды салып, екі жағынан қуырамыз. Мұнда міндетті түрде сұйық май толық жететіндей болу керек, әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Қызарғанша қуырамыз, қатты күйіп кетпесін. Бір жағы қуырылғасын, екінші жағына аударамыз. Піскен баклажанымызды қағаз сүлгіге саламыз. Ол бізге майын сорғыту үшін қажет. Ал енді піскен баклажанымыздың ортасына жаңағы дайындап қойған майонезді соусымызды жағамыз. Ортасына помидор мен ақ желкенді салатын боламыз. Аз мөлшерде салыңыздар. Рулетті видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Егер сіздің рулетіңіз дұрыс оралмайтын болса, немесе оралған рулетіңіз ашылып кете беретін болса, онда оны жаңағы ағаш таяқшалармен тіреп қоюға болады. Барлық рулеттерді осылай орап шығамыз. Рулетіміз дайын болды. Үстіне қалғаныңызша бальзамический сироп құюға болады. Бұның өзі ерекше дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видео ұнаса, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.